Жаз мезгілімен бірге аңсатып күттіретін балмұздақты жақсы көрмейтін адам кемде кем шығар. Оны жас та кәрі де алып жеп жүреді. Себебі ол ең дәмді де арзан тағамдардың бірі. Сонымен бірге сүт, кілегей тәрізді тағамдардан жасалатындықтан құрамында магний, кальций тағы басқа пайдалы заттар бар. Сүт демекші бір оқырманымыз ешкі сүтінің пайдасы жайлы видео шығарсаңыз деп сұраған екен. Оны ем болсын каналынан профильдегі ссылкаға өту арқылы көре аласыздар. Мұнда көптеген денсаулыққа қатысты пайдалы кеңестер көп және олар толығуда. Сол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді балмұздақ тақырыбына оралсақ. Көптеген ата-аналар балаларына аптасына 2-3 балмұздақтан артық жеуге рұқсат бермейді. Ол тамақ және жоғары тыныс мүшелеріне, ангинаға зиянын тигізеді дейді. Тіпті дәрігерлердің өзі балмұздақтың пайдасы мен зияны туралы сұраққа сан қилы жауап береді. Біріншіден, балмұздақ құрамы жөнінен бір-бірінен ерекшеленеді. Бір балмұздақты даярлауда таза кілегей қосылса, енді біріне құрғақ сүт пайдаланылады. Жидекті не жемісті балмұздақтарға табиғи балшырын, яғни сироп қосса, кейбіріне лимон қышқылы бар хош иістендіргіш араластырады. Тіпті қарапайым стақандағы балмұздақтардың өзі бір-бірінен ажыратылады. Ең дәмді пломбир балмұздағының калориясы да көп. Себебі майлығы 12-13%-дан 15-20%-ға дейінгілердің құрамына көп жұмыртқа қосылады. Арықтағысы келетін не салауатты өмір салтын ұстанатындар бұл балмұздаққа жоламай-ақ қойғаны дұрыс. Диета ұстайтындар майлылығы 6-10% болатын классикалық кілегейлі балмұздақ таңдағаны жөн. Балмұздаққа қатысты ең дұрыс шешім ағзаға зиян келтірмеу үшін күн сайын жемеу керек. Құрамындағы сүтте бар пайдалы минералдарды ағзаға сіңіру үшін аптасына 2-3 рет жеудің өзі жеткілікті. Ал сіздер балмұздақты қаншалықты жиі жейсіздер? Комментарийге жаза кетіңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға лайк басып және қоңыраужаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ем болсын.